Қалайсыздар, жақсы демалып жатсыздар ма әйтеуір? Мен де келгім керек еді осы жерге. Қол тимей жатыр ғой. Мынау ағайындар енді мына мен пенсияға шығып алып, қартайдым ғой, шал болдым, біттім, тындым деп жата бермейін дедім де мен. Сөйтіп өзімше пенсияға шыққаннан кейін бітімгершілік деген компания ашып алдым. Ай, 60 жылдай өкіметке жұмыс істедік, енді қалған 60 жылда өзім үшін өмір сүрейік те айналайын. Немере бар, басқа бар, ақша керек. Мына өзінің аты айтып тұрғанда біз бітімге келтіріп отырамыз. Бітімгершілік деген компанияның жұмысы. Ұрысқандарды татуластырамыз. Біреудің ақшасын біреу алып қойса, оны алып береміз. Ажырасқандарды қосамыз, қосылғандарды ажырасамыз деген осым сондай. Молда табылмай қалса некесінде қиып жібере салам. Бет ашатын бала табылмай қалса бетінде ашып жібере салам келінің. Сондай әйтеуір. Мынау енді қазіргі жастардың үйленгендерінен ажырасқандары көп болып жатыр. Айтқан жерден аулақ. Бұлар үйленген кезде некесін қиып тұрып қосылады тағына. Ажырасатын кезде документальный ажырасады тағына. Шариат бойынша ажырасуды ұмытып кетеді. Сондайларды да шариат бойынша әдемілеп ажырастырамыз. Келатыр ғой, өздері де келатыр. Көрдіңіз ба? Ойбай, қайдаға? Көрдіңіз ба? Қолын тегізіп жатам. Аймандай бытшым шығармақшы ғой осы жерде. Не болды? Ой, ятсызды ше, ұялмайсың. Тұра тұршы, сәлем беріп алайға қайнағамызға. Сәлем берді қайнаға. Неменеге сәлем берді? Көп жасайын алайын, көп. Ажырасқандық қой, неменеге сәлем беріп жатсың? Ерден кетсең де елден кетпе деген. Сәлем салам ба, салам дедім ба, салам былай. Қайнаға, қаңыз сәлем. Көп жаса бақытты бол айналайын. Келін биші болған, тәлемің еше түрін біледі. Аяқтан бақты ажырасып жатыр қой. Көп жасама деп айтсаңшы. Көп жаса. Қойшы ай. Биші болған, балерина да сыйлы айналайын. Мың сәлем бергенше бір кілтті шонда маған әкеш берші. Ойбай, қандай кілт, мен түсінбеймін ше, қандай кілт. Үйдің кілтін берсей? Ойбай, сонда мен шеттеп алашқа мен көшеде қалайын ба? Онда машинаның кілтін бер онда. Сонда мектепке, садикке шұбыртып алып жүрген соң ана маймыл бес балашақпен жүрген адам. Не болды? Маған айтсыңдар сендер. Сен тоқта сонда. Үйді де сен аласың, машинаны да сен аласың, ұлды да, қызды да сен аласың. Мен маңдай теріммен, сонда еш нәрсе алмайын ба мен сонда? Ойбай, саған да бөліп бердік қой? Не бердің? Әкешен қайтарып бердің. Дұрыс. Әкешен қайтарып бердің, не істеймін? Әкем төсеп жап, шешем жамыл жатам ба, не істеймін? Далада қайтып қой біз. Бақ, сол өмір бақи мен бақтым қос, атам мен енемнің айналайына қолына ыстық суын құйып, отынан кіріп күлінен шығып, сонда да мен қадірім білмейсің. Жоқ саған, тас та жоқ, біреу саған ажырас деді ма? Не болды, маған айтсыңдар сен? Қалайсың, жақсысың? Не болды? Айтса түсіндіріп айтса, мен өшір шешетін, маған келдіңдер ғой өздерің. Бітімгершілік болғасын келдік қой. Бітімге келтіреміз ғой бәрін. Сосын кеп отырмын да, бәле болды ғой мынау. Мынандай қатын жауыма да тілемейін бар ғой, я? Жауыма да тілемейін. Қазір, енді мен айтамаймын, кімнің дұрыс емес деген аяғында айтамын. Бәленің бәрі ана 21.500 деген осы 2 жыл бұрын бердіңіздер ғой, содан басталды оңбаған. Атам заманда болған. Әр балаға 21.500 деген берді, 21 деген. Иә, берді. Ойбайды, мынау бізде турлық деді. 6 баламыз бар ғой біздіңде. Сөйтіп турлабек, біздікі айлығымыз асып кетті, 500 теңге ма, 1000 теңге ма асып кетті, екеуміз қосып. Бермей қойды ма? Сендерге берілмейді деді. Асып кетсе бермейді. Мейлі деп жатқанбыз. Иә. Сөйтсек әкімнің үйі алып жатыр ғой сон. Әкімнің үйі алып па? Біздікі айлығымыз асып кетеді, әкімнің айлығы жетпей қалады екен да. Жетпей қалған шығар айлығы. Қаяқтан әкімдік жетпей қалады ма? Уборщицаң асып кетеміз ба? Енді олар енді мемлекеттің айлығы бар, мемлекеттік бюджеттегі айлығы. Ол да мемлекет. Ойбай, неме бизнесмен бекеміз, тағы да оның қатын 4-ақ бала туған ба? Күйдіріп жібереді ғой, күйіп кетесің ғой. Сөйтіп, ауылда құлақтары көп қой, бүйтіп шықтық, бүйтіп қалай жатыр бұлар десек, бұлар ажырасқан екен. Не дейді? Үйде тұрады, бірақ ажырасып кеткен. Фиктивно, да? Бірге тамақ іше береді, бірақ ажырасып кеткен екеуі. Ажырасқанға берем екен. Сон сөйтеді деген ғой. Одиночка алған қона қатына. Міне сөйткен. Бір төсекте жатады, бірақ ажырасып кеткен. Асыраусыз жоқ деп, сондай ғой. Олар бірақ ажыраспаған ба? Ажыраспаған. Документально ажырасқанда. Өкіметті алдап тұр да? Өкіметті алдап тұр. Оңбағандар, иә? Әкім болып тұрып қойсын. Мақтан қалдым соған. Иә. Сөйтіп. Ойбай, мынау бізде ажырасайық деп қояды. Құрсын бәлесінен олақ, аты жаман ғой, ажырасқан жаман ғой десем, қоймады ғой мынау. Күндіз де түнде де ажырасайық. Формально дедім ғой мен саған. Ажырасайық. Болды деп ажырастық екеуміз. Әкімдер сияқты ажырасып. Бірінші 6 балаға 21 мың тиді, 126 мың теңге ма тиді. Мынаны көз сөгінен басап көрмей қалды ғой, тас. Бірдеңе болып қалды ма? Олигарх болып кетті да бірден.
Көзі көрмей қалды, ана ақшаны көтере алмай қалды. Маған бағынуды қойды ғой бүгін. Не істедім мен соншалықты ойпырман, сол 126 мың теңгені бір өзім жеп ма? Алты бала шағаңнан артылғанда жоқ қой сол. Сен маған бағынбай қойдың ғой. Не істедім бағынбай? Ай, бұған бар ғой. Мен зубный басты астынан бастап бедеп сық дегем. Бұл олдардан бұл жерді қағаз алды да бұл. Байып кеткен да бұл уже. Қай жерден бастап сықсам сонша шығады ғой сол. Жұрттар соны бүйтіп қырып, пышақпен қырып жуып отыр ғой түспен. Сол болмайтын нәрсені сенде бар ше. Оны қойшы дедім. Кәдімгі салфетка бар ғой. Салфетка алып келді базардан. Айттым, салфетка алып келсем, ақ салфетка емес, красный салфетка алып келді деп лақтырып жіберді ғой. Оны ана стаканға бүйтіп бұрап қоямыз ғой, қонақтар келген кезде әдемі болып тұрсын деген ғой соны. Оны қойшы. Бумага алып келсем, мына бумага не бумага мынау? Запахпен алып келді. Бумагаға запахтың не керегі бар? Құдай-ай, қатып қалған бір кардон алып келеді ғой адам күйдірді да, қайнағада. Кардон алып келсек столда әшейін отырасың ғой. Десең сол жұмсарады ғой сол. Отырасың ғой кардонды жібітіп. Бір адам сияқты бір нормальный бумага алып келмейді ғой. Үнемдеу деген жоқ үйде. В общем, ақша деген уже асып кетті да бұда. Зубочистка бар ғой. Соның бір шетімен шығып лақтыра береді. Байып кеткен да. Екінші шетімен шығу деген жоқ. Доғал ғой, екінші шетін доғалын әкелгенсің ғой өзіңе. Екі жағында үштігін әкелмейсің ба? Доғал жоқ қой, пышақ жоқ қой. Бүйтіп жүрсің. Үш болады ғой. Пышақ жоқ қой де. Андай нені ухачистка пайдаланып көрген жоқсыңдар ма? Ухачистканың алдында әшейін шиге мақтора боратынды ғой біз бүйтіп тұрып. Ой, тұрқышын. Ол ухачистканы бүйтіп бір жағын шығып лақтырып жіберіп едім. Оны да мен соны айтайын деп тұрмын. Ал маска бар ғой кеше, карантин болды ғой. Масканы 2 шапта тағатта лақтырып жібереді. 2 шапта тағатта лақтырып жібереді. Сасып кетеді ғой, тастаманы не істейсің? Сасса өзіңнің аузың иісі ғой сол. Менің аузым, өзің алып тұрғаның сасиды ғой сол. Жуып та жүн болып кетеді ғой, жүн аузын жыбырлатып, қыштып жеп қояды ғой. Жүн болса қайда жылы болады ол, миғы бар сияқты ол. Біз бар ғой, оны мысалы мен жүн болып кетті, мен алдайма тағам кеме. Алдай, карантинде 4-ақ маска таптым ғой мен общем. Соны бар ғой, мен тағып біткеннен кейін түтіліп кетсе лақтырып жүрмеймін мен. Мен мәшиненің майын сүртем мысалы, ары қарай пайдалануға болады ғой. Аяқ киім сүртем. Көп қой пайдалану. Ондай резинасын да пайдалануға болады ғой. Резинасын өзін пайдалануға болады. Бәтіңге бауы қып бәле. Соны істемеді ғой мынау. Болмайтын нәрседен ұрыс шығарады ғой, болмайтын нәрседен. Сөйтіп баюға болады екен ғой, қойдым дедім. Бол, ажырасақ. Әкел, неге сақинаны әкел десем, қыр сақинаның өзі беріп тұр ғой. Футляры жоқ. Шіріп кетті ғой футляр, 30 жылдан бері шіріп кетті ғой айналайын-ау. Әріп кетсе де бермейсің ба, мен саған адам құсап бердім ғой сон. Сенен кейін де қатын алатын шығармыз, соған береміз ғой. Сенен кейін қатынға құр жүзікін беріп тұрам ба мен? Білмеймін. Ол баста соны ойлағасың ғой. Сөзім жоқ. Қарсаңшы. Телевизордың үстіне қойып қойып, бір жерге қойып қойып тұрады ғой сен. Сон. Су тимейтіндей. Сонымен екеуміз төбелестік көмін. Ауырып жатқан кезде сөздің арасында байқамаймен талақ деп айтып жерін. Танды ғой мына содан. Оппана, стоп, осы жерде стоп. Неге? Шариатты біледі екенсің ғой, Сіз айттыңыз өткен ауыз шарға келген біздің екеуіңіз айттыңыз ғой. Ойбай, талақ деп айтыңдар, қатындарың ажырасатынбызың. Ол айтуға болмайтын сөз екен ол. Айт деген жоқ мен, сол жер дірілдейтін сөз екен көке. Жаман ғой. Негіз бірақ осындай болмайтын бір нәрсе үйреткендесіздер ғой. Ол енді мынандай ғой, мен айтайын сендерге. Ол енді керек жоқ сөз оны. Неменеге шығарған ол сөзді онда? Бір рет айтып қойсаң ба, талақ деп айтып қойсаң, ол ештеңе қылмайды ол. Ашуың басылғасын қайтып қосылып кете береді. Басылып қалды менде, бәрі басылды. Екі рет айтсаң жаман да оны. Талақ деп екі рет айтып қойсаң, автоматически ажырасып кетесің. Бірақ молда шақырып әкеліп қайтадан қосуға болады оны. 3 рет айтқан жаман да. Неге? Ешкім қосамайды. Мәңгі бақи ажырасып кетесің. 10 рет айтса ше. 3 рет айтпақшың қайта. Ау. 10 рет айтса ше. Ой, онда сенің қасыңа келін осы жоламайды мынау. Иә? Қалай жол? Ятсыз. Жоламайды, жоламайды. Мыжың. Сен далада кетіп бара жат. Дәлік деп бара тұрған ғой таяқ жеп менен. Не дейді? Білесіз ғой, ініңізді мыжың ғой, бір айтқан сөзін 100 айтып тұра береді ғой. Ана хабар байқалып тұр ғой маған. Тоқта, рас па? Естімей қалма дедім мен просто. Рас па? Жоқ, мен саған түсінбей қалсың ғой сен. Мен саған талақ деп біріншін айттым ба? Оны айттым, біріншін айттым, әңгіме жоқ. Қалғаны ойнамайды ма ше? Ойнамайды ма ше? Тоқта. Ойымда ешнәрсе, мен бейшараның ойымда ешнәрсе жоқ. Ойнап айтуға болмайды. Ойының осылып қалады. 3 реттен де көп айтып жүргенсің бе сен соны? Қайталадым просто мен, қайталадым. Бітті. Талақ, кейін салақ дедім, халат дедім, сөйтім, ауыстырып. Ең басында айтып қойғансың, кейін ауыстырып алсын деп, енді сен Құдайды шатастырмайсың ғой сен? Жоқ, шатастырмағанда енді бір нәрсе қойсаңшы. Болмайды ма? Мен 2 рет болса болар еді жаңа дегенім, 3 рет мен болмайды. Бір нәрсе қойсаң ше. Мен қосамаймын айтты мынау. Ешқандай не жоқ.
бітімгершіліксің бір қоссаң үшін мен бір жеңіл желпен бір шамалы ауырлау болса мынау тіпті неге жөнге келмейтін нәрсе ғой. Болмай ма дегенді? Болмайды ма? Кеше сиырды алып келген кезде болды көреміз деп құранды ашып отырыңыз ғой. Кеше сиыр қашан сиыр әкелдің сен маған? Кешегі шимайбет сиырды мен алып келдім ғой. Болды көреміз Құдай қаласа деп неғып отырыңыз ғой. Ал не істейсің? Әкең келді ғой сен. Сол әкем мен үшін алып келді. Оны өзі оқытуға берді ма деп мен. Сен үшін әкелді ма? Енді кім шық? Айналайын ай. Қосыңыз нәрсе қылмай. Онда айналайын ай. Қалай? Онда бітеміз онда. Жоқ қоса аласыз ба қосамайсыз ба? Онда сиырды тоқтаса бір амалын табамыз ғой. Сен де тапырақтап қызық адам екенсің. Жоқ бола ма болмай ма? Болдырамыз ғой бір байлақ қайтамыз енді. Жоқ болмайды болса тоқташы айтайын да мен па секрету бір жолы бар соны айтайын енді амал жоқ енді. Секрет жолдар бар. Сиыр құрсын. Болды иә. Мен сиыр үшін не алып тұрған жоқпын. Әдемі көке давай. Бірақ жолы бар енді соны айтамын. Болды сол бір жолдың өзі жетеді бізге. Ол жол енді былай енді. Ақыры ажырасып кеткенсіңдер ғой келінмен енді. Енді сен өзіңе қайтып қосылу үшін енді келінді бүйтесің. Келінді басқа біреуге күйеуге бересің. Басқа біреуге айдалда басқа біреуге күйеуге бересің. Оған некесін қиып тұрып қосасың оған. Некесін қиып тұрып қосасың. Қосқаннан кейін ол қайтадан обратно талақ айтады. Мынаған ба? Иә. Обратно ол талақ айтып одан қайтадан ажырайды ғой. Содан кейін барып саған әкеп қайтадан некені. Бұны алған адам обязательно талақ айтады. Ойбай жүрейін сол байдан байға секіріп. Не болдың? Зато сенде 40 талақ болады. Білесің, 10, анадан 3-еу. аузың жауып жүрмейсің ба? Байқамай қалдың ғой. Басқа жол жоқ, білмеймін, басқа жол жоқ. Оның бірге бар, мен келіншегімді алып қайтып айтамын мен. Ай, өзіңнің ағайың бар, елің бар, туған. Ой, ағайынға басшы айтпаңыз. Ағайын бүкіл ел естиді ғой өзі. Ой, масқара болдым ғой, шәрменде болдым ғой. Мына жерде де әр келіншегімен келіп қатысқанда. Ай, біреу табу керек қой, енді табу керек. Сақалы болмаса да бір. Дұрыс табасың, тоқтаңшы. Бітімгершілігіңізді дұрыстап қоймайсыз ба үшін бәрін? Ақшасын төлеп келіп отырық қой. Жоқ, енді бастап жатырмыз ғой, арзан нәрселерді қойып қойғанбыз. Жоқ. Енді сақалы болмаса да бір мұрты бар біреуге қосса енді қайтесің енді. Кімге дейсіз? Ай, сақалы болмаса да бір мұрты бар біреуге қосса. Тұрасың ба өстіп енді? Бол енді. Кім ол сақалы? Тапсай жан-жағыңа қарасай, тұрмыз ғой. Кімді айтып жатсыз? Ай, іздесей көз алдында тұр ғой, бәрі отыр ғой, міне, отырғаны бар, тұрғаны бар. Бұра өзін айтып жатыр. Мен өзім үшін емес. Сен өзің айттың ғой, ешкім білмесін дедің ғой. Баш сағылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Ешкімге жария болмасын десең, сен маған қоспағанда кімге қосасың? Жоқ, сізге бола ма? Болғанда қандай болады? Қой. Шынды ма? Қайнағам ойет болды. Байтаңдап тұратын уақыт жоқ дейсің. Ай, мен бір нағылайын, мен сен үшін істейін деп жатырмын. Дұрыс, сен үшін. Қызды көндіріп алайын. Қоша. Жалпы мына бала ұнап тұр маған, оқыған бала екен, тоқыған бала екен. Тиесің. Ай, болдыңдар ма? Мен сен үшін. Сізде ұл бар, бізде қыз бар, мұнысына өмірдің шүкіршілік дегенде ал. Оны бітеміз онда. Молда шақырайын мен. Керек жоқ молда, не амақшың молдан? Некелеріңіз қиып тұрып қосады дедіңіз ғой. Міне некені сен қиясың. Екеуміздің некемізді сен қиясың. Мен айтпаймын ғой. Ой, мынаны оқысың бұл қиылып қалады өзінен өзі. Қой. Мынаны оқисың өзінен өзі қиылып қалады. Мен осындайға дайын жүремін ғой міне, постоянно дайын жүремін ғой. Ой, ондай да ма? Келіп бүйтесің міне. Мына жерге сен әке шешеңнің атын жазып қой. Әке шешеңнің атын жаз, өзіңнің атын жаз. Менің атым ең астында постоянно жазылып тұрады ол. Постоянно. Қадіріңіз. Әй, мынаны оқысам, тоқта. Мен дәреттеп келейін мен ол Ой, Құдай, дәреттеп тұрасың ба енді? Ниетің тура ма? Ниетің тура ма? Тура? Ниетің тура болса дәретте тура болды. Дәрет алмайын ба? Алмай-ақ қой, ниетің тура болды. Сонда да андай дәреттер бар, сондай ала салайын. Мынаудай. Несі жоқ ол, зияны жоқ оның. Ал, талқылай берген. Абалайық та болмай. Бұда ауыз шаятын берейін? Ал, топырақ білсесе, топырақ біл. Ал. Ойбай, мен неге қи? Үшкі ба? Ойбай-ау, ешкім білмесін деп тұрған жоқсың ба, а? Иә. Жаһаннамға жария қып не істемекшің? Үшеуміз бір-бірімізге көмек тұра береміз. Өйсек те болады екен ғой, иә? Біреулер әуре қып, біреуді шақырып. Біреуді шақырып, екі адам шақырып. Мынауыңыз ақыл екен. Бір-бірін білсең болды, екі адам білсе болды. Ал, Оқы. Ай, немене қарат? Атсай қолыңыз мені. Жүрсеңші? Екемізді қия деп тұрған жоқсың ба сен? Не, қызғанып тұрсың ба? Ұстап тұрыңыз, қайнағамын. Мен өзім үшін істеп жатырмын, сен үшін істеп жатырмын. Өсіп тұрасыздар ма? Өсіп тұрмағанда бүйтіп тұрмын ба? Бүйтіп тұрамыз бұл.
ренжімеңіз. Дұрыс бүйтіп. Карантин. Арағаш. Қашан бітіп қойған карантин? 10 жыл бітіп қойған карантин. Давай. Бұл ренжітпей қайнаған, ренжітпей. Мен сендер үшін істеп жатырмын, өзім үшін істеп жатырмын. Маған керегі де жоқ бұның. Сендерге керек болып сенің қолың. Сонда неге қиғанда өйстіп тұру керек, Негені қиып болғаннан кейін сүйісетіп екен сүйістірмеңдер қазір жерде. Ой, мынау да бір қайдаған айтып берді. Қорқыватым да просто айтып бер. Алдын қойып жатқаным. Жоқ, мен басқа да жұмыстарым бар, кетуім керек. Ал, куәдірміз. Куәлікке жүрәдірміз. Міз дей берген ғой, куәдір деп айтып. Не жұмысың бар, оқып жіберсең? Үш адам болғаннан кейін міз деп тұр ғой, дұрыс қой. Көп шетірді бар ол. Куәдірміз, куәлікке жүрәдірміз. Таңның нақ алдында, халық қасында ақ куәлік берәдірміз. Дұрыс. О, бұл жер бітті уже. Мен неге қиып жатырмын, соткаға түсіріп алайын, мен ертең мақтанып отырсың. Ой, сорлық. Ойбай, болмайды. Елдің бәрі жария. Ойбай, болмайды. Білмесін деп тұрған. Жаңа мақтанышып айтып. Бұл тәтесі оқып жоқ елдің бәрі. Арыспай сызған. Дұрыс. Не сызған? Арыспай сызған. Ой, Құдай. Шайгүлден туған. Ана сызған деген андай екен ғой. Үрбебедей аруды адал жар етіп алуға ризамысың? Ризамын. Мына сұрақ сізге қойып жатыр. Болды, дұрыс. Арапбек сызған, алтын гүлден туған, Аюбайдай арысқа адал жар болуға ризамысың? Ризамын. Даусыңнан айналайын. Маска киіп апты. 8773 Бекзат телеремонт дейді. Болды ма? Болды. Соғыда жазу жоқ. Телеремонт деп тұр. Бітті. Оқып бітті. Ал, осы мен неке қиылды. Аумин. Сенің сөзің тиылды. Аумин деп бізге бір бата беріп жібер, бітірейік жиынды. Бата бересің ғой? Кім береді? Сен бізге бата бересің ғой? Ой, мен жап-жаспын ғой, өзің жүрді, ұяттың ғой, жап-жаспын ғой. Ойбай, неке сен қиып тұрсың ба, мен қиып тұрған жоқпын ғой. Мен қисам, мен беремін. Сен қиған екен, сен беремін. Мен бере бердім ғой, ода. Аумин, кән. Ал деппін ғой, мен тозайын деп тұрған. Осы енді. Дастарханға береке берсін деген дастархан жоқ бұл жерде, болмайды ол. Дастарханға береке берсін деген болмайды ол. Бата болды. Келсе бі дастарға бақыт тілеп. Бата балбақ, басындығы жалбақ, темір тасық кегенен деген ол тақпақ қой ол, болмайды ғой ол. Ол тақпақ болмайды ол. Өмір бақи содан мектептегі бата оқысай болса айтса бітесің. Не деп айтам? Ай, бақыт тіле, шаттық тілесе, қуаныш, бақыт, байлық. Кімге? Шынайы болу керек қой бәрі. Екеумізге? 2 жасқа. Қаяқта мына кісі пенсияға шыққан адам ғой, пенсияға шыққан. Жастырмай қой енді. Ал, екі үлгендеу кісілерге. Бұл уақыт жоқ. Құдай мені күйіндірмесін. Сендердің некелеріңді ұзағынан сүйіндірмесін, әумин ал. Не деп айтсаң да некеміз қиылып қалды ғой. Тұрда қолды. Саған соғы болмайды ғой, қысып қойдым, әкіл бір. Неге? О, маған некесі қиылып қалды ғой, саған соғы болмайды ғой. Маған кім боқ қалды сонда? Сен жеңшең боқ қалды ғой. Тетті қайным, осы қайным жақсы көремін. Далбызламашы. Ойнап атқан қырсың. Болды кім? Неға кел? Біз талағайын, біз неге мұзаңыз? Өз көбісі түсінбейді де. Қазір некесі қиып бола салып, бірден қайтадан апаратын талақ айтуға болмайды ғой. Қызым, енді қашан еді? Қия салып, қайтадан айтуға болмайды ғой. Енді қашан едісің? Ай, бұл кісі біздің үйде 3 күн түнеу керек қой. Ұятсыз! Сен дұрыс түсінбедің. Ой, арамы бұқа бұзаулардың қасына жатады деген осы екен ғой, ә? Бұндай талақтың біздің үйде 3-і бар. Ертең егелерге әпкедер әрқайсын бір ойнамай айтшы. Уақыт оздыру керек. Айтамаймын. Айт емес ғани. Нең бар мен байымда? Бала шақырып. 3 күннен кейін келесіз. Отпуск маған, давай. 3 күннен кейін келесіз. Мен де барам. Нағылдың сен сиырымды бір алдың қатын деген. Кізден! Естіп жатсың? Ұрлайын жатсың ба? Жоқ, ұрлайын жатқан жоқпын. Бір керек болып тұрды просто. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым дегенде ше. Сен бала үшін шаршаттан қадамды ше. Не істеп үшін? Іші бағасың беш ше? Тәуір бір 10-15 қарап жатыршы. Онда жұмыс істемейсің ба? 12 мүшең сау. Жұмыс істегенде ше, бел жағамайды. Бел ауырады ғой, грижа. Белім ауырады? Мүгедекпін дейді үшін мен саған үшін балық берме, қармақ бер дейді. Мен саған бір дұрыстау жұмыстың жөнін айтайын қазір мен саған.
Ана сотқа деп сотың бар ма? Бар ғой телефон бар. Жүр мен саған түсіндірейін саған. Әкелдер телефонды. Не қарма ғой бұрадан? Көп ақша табамын ба? Қазір Бинамо деген бар, дамирмен табысқа дейді. Табысқа жету, иә. Бинамо деген білесің ба? Ана құнды металл, кәдімгі криптовалюта, солардың бағалар көтеріліп түсіп отырады. Соны үйрететін кәдімгі осындай уақытта болжап отырып, осындай уақытта көтеріледі, осындай уақытта түседі деп, соны тура табатын болсаң, саған ақша беріледі. Қой? Иә, күнде 30-40 мың тауып отқандар бар. Соны тауып отқандар бар ма не? Иә. Бұл халал ма бұрадан мынау? Не деген, жаңа деген, дамир деген. Өз ішіп алған арақ, істейтін ұрлық, халал мен харамды ажыратқапсың да, иә? Біліп аяқтадым, не? Дұрыс, біліп алғаның өте дұрыс. Сен енді бүгіннен бастап арағыңды қой 3 күн. Сөйтіп дәретіңді ал, мешітке бар, сол имамдардан сұра, мынау халал ма, харам ба деп. Егер халал болды істей бер дейтін болса, осымен айналыс сен. Бинамоға кір десең сосын ба? Иә, бинамоға кіріп нағыл. Түсіндің ба? Оны түсінбесем ше бұрадан. Ана біраз нәрселер бар. Түсінбейтін болса, кәдімгі бірінші бұның шарттары бар. Оның барлығы неден телеграмнан сұрайсың, кәдімгі бинамоның несі бар өзі. Парақшасы ма? Иә, парақшасы несі бар. Өзі үйретеді десең сосын басында ауыртпайсың десең. Иә, тиктокта бар. Содан үйренесің. Түсіндің ба? Берсеңші телефонымдан да барып үйреніп не алайын. Қарсы болса жабай ғой. Ұрлықты қой мына, ұрлық болды. Арағыңды қой. Жарым ертеңді, сыздаған жүрек тәнім дертеңді. Жаңа қоштасып, қазір көрсемде, сағынып тұрмын жаным еркемді. Өзгеден ерек, сыздарасыз деп, неліктен мені қызғанасыз көп. Маған ұнайтын мыңғырық қыз бар, шын сүйетінім сызғанасыз деп. Өзгеден ерек, сыздарасыз деп, неліктен мені қызғанасыз көп. Маған ұнайтын мыңғырық қыз бар, шын сүйетінім сызғанасыз деп. Қолдарыңыз бос болса қол соғып отырайық, көңілді отырайық. Әйде! Жылаған жанды жұбату керек, күдіктің туын құлату керек. Ұнатады деп ойлап қалмаңыз, ғашықтық бөлек, ұнату бөлек. Өзгеден ерек, сыздарасыз деп, неліктен мені қызғанасыз көп. Маған ұнайтын мыңғырық қыз бар, шын сүйетінім сызғанасыз деп. Өзгеден ерек, сыздарасыз деп, неліктен мені қызғанасыз көп. Маған ұнайтын мыңғырық қыз бар, шын сүйетінім сызғанасыз деп. Билейік давай, қан жүрсін. Өз есімдемдер қасқыр ередім, сіздей сұлулар тапшы деп едім. Қазақтың барлық қызын ұнатам, тек қана сізді жақсы көремін. Өзгеден ерек, сыздарасыз деп, неліктен мені қызғанасыз көп. Маған ұнайтын мыңғырық қыз бар, шын сүйетінім сызғанасыз деп. Өзгеден ерек, сыздарасыз деп, неліктен мені қызғанасыз көп. Маған ұнайтын мыңғырық қыз бар, шын сүйетінім сызғанасыз деп. Рахмет.